әріптестер, мына Lumio'да біздер ойын құрастырып көрейік, яғни біз бұған тіркелеміз, барлық қосымшаларға, барлық сайтқа міндетті түрде біз тіркеліп аламыз. Тіркеліп алғаннан кейін, яғни жұмыс жасауға бізге болатын Lumio деген, яғни сізге орысшасын ауыстырсаңыз, мына жерде барлығы көрініп тұратын Lumio. Lumio, яғни сіз оған тіркелесіз, бәйте батырмасын басып, Lumio'ны басасыз. Енді мына жасыл басып, ойындарды таңдайсыз. Мына жерде мысалы біздер мысалы мен өзім ойлағандай сурет болмай қалып жатыр. Мысалы біз осы автобустарды әртүрлі көлік деп қарастыратын болсақ, енді біз мысалы мына жерде оқушылардан сұрауға болады. Мысалы мынау нешінші түр? Яғни бұл бірінші түр, мына көлік нешінші түр, бұл екінші түр, мына көлік үшінші түр деген сияқты. Сосын мысалы мына жерге мысалы бұлар нелер? Автобустар. Немесе қандай сұраққа жауап береді бұлар? Нелер деген сұраққа жауап береді деген сияқты. Яғни оқушылардан кез келген суретіңізге сіз тұсына осындай сұрақтар қойып қоюға болады. Сосын экранға сурет шыққан кезде оқушылардан сіз сұрайсыз, және оқушылар жауап бергеннен кейін оқушылардың жауабымен сіздің жауабыңызды тексеруге болады. Мысалы мына жерде автобустар деп жазып қояйық. Автобустар деп жазып ойынды ойнап көрсек, мысалы мынау нешінші автобус? Бірінші, мынау екінші, үшінші. Бұларға қандай сұрақ? Бұлар нелер? Автобустар. Және бұларға қандай сұрақ қоямыз? Нелер деген. Яғни осындай сұрақтарды қоюға болады, және қайтадан осылай қайтып сұрауыңызға болады. Енді басқа да ойын түрін ойнауға болады. Басқа да ойын түрі. Мысалы, мына бір ойынның түрін ойнап көрейік. Яғни сіз өзіңіз құрастыруыңызға болады. Немесе мынандай колесо жасауға болады.
сын есім қайсысы дейміз, яғни қызыл. Дұрыс. Нәтижесінде таптым. Міне осылай дайындастыруға болады.